Сәлем достар, бүгін біз сковородкада казан кебаб дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап алып, фаршымызды қосып, үстінен панировочный сухаримізді қосамыз. Қалауымызша дәмдеуіштер қосамыз. Мен қара бұрыш қостым. Тұз, барлығын жақсылап араластырып, бір келкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған фаршымызды сопақша пішінге келтіріп, шпажкаға салып, барлығын дайындап аламыз. Картопымызға дәмдеуіштерді қосып, ірілеп турап аламыз. Қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Картопты қуырып болған соң, шпажкадағы дайын шашлыктерімізді қуырып аламыз. Картопты қуырып болған соң, шпажкадағы дайын шашлыктерімізді қуырып аламыз. Қызарғанша. Сковородкамызды майдан тазартып, картопымызды салып, үстінен шпажкадағы шашлыктерімізді салып, жарты стакан суды құйып, жарты сағат бұқтырамыз. Ол видео менде түспей қалыпты. Осымен біздің казан кебабымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.